Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз дүкенге келдік. Біздің дүкеніміздің атауы Адалдық дүкені деп аталады. Бұл дүкеннің балалар ерекшелігі сатушысы болмайды екен. Яғни біз өзіміздің қалаған затымызды таңдап алып, ақысын төлеп кетуіміз керек. Балалар, дүкеніміздің өз ережелері бар. Сол ережені сақтауымыз керек. Сөреде тұрған заттарды алып жеуге, бүлдіруге болмайды. Таңдаған затымызды алғаннан кейін міндетті түрде ақысын төлеп барып өтуіміз керек. Балалар, сендерге ереже түсінікті ме? Тағы қандай ережені білесіңдер? Алған затты ақшасын төлеу керек. Балалар, мен қазір сендерге ақша беремін. Осы ақшамен сендер заттарыңды алғаннан кейін төлеп өтетін боласыңдар. Ашым, ана бізге ама келіп деді ғой. Şu amana var. Hadi sadık. Bir tut alanım. Anam bana tut istep dedi. Балалар, Адалдық дүкенінің ережелері сендерге түсінікті ме? Ya. Дүкенге кірген кезде қандай ережелерді ұстану керек екенбіз? Biz ada bu bir. Akşasın doyuyor bir. Жарайсыңдар балалар.